Жапонияның өз армиясы жоқ. Оны сонда кім қорғайды? Таңғаларлық факт, неге бұлай болғанын түсіндірейін. Мұнда саяси және тарихи себептер бар. Жапония Азияның оңтүстік шығысындағы жерлерді жаулап алу үшін 1937 жылы Қытайға соғыс ашқан. Ал 1941 жылы Екінші дүниежүзілік соғыста ақш-тың әскери теңіз флотын әлсіретіп, колонияларды басып алу үшін Перл-Харборға шабуылдаған. Алайда жеңіліс тапқаны белгілі. Осы оқиғалардан кейін Жапонияның мемлекет ретіндегі тағдыры күмәндеді. Әлемдік қоғамдастық, оның ішінде ақш, әскери экспансия қайталанбағанын қалады. Осылайша 1947 жылы жапондардың өз конституциясы қабылданды. Онда 9-шы бап бар. Былай делінеді: Жапония соғыстан да, халықаралық дауларда әскери күштендіруден де бас тартады, және осы мақсатқа жету үшін құрлық, теңіз және әуе күштері, сондай-ақ басқа да соғыс әлеуеті ешқашан сақталмайды. Жапония осылайша әскерсіз қалды. Алайда 1954 жылы қырғиқабақ соғыс басталған сәтте Жапония қарулы күштерін құрып алды. Бірақ ол да армияға жатпайды, тек қорғануға арналған. Қазіргі уақытта бұл күштер елдің қауіпсіздігі мен табиғи апаттар қаупінен сақтануға жауап береді. Бұл күштер заманауи технологиясы бар болса да, конституция бойынша шектелген. Бұл әскери күштер ешқашан шетелдерге шығарылмайды. Осындай тарихи оқиғаларға байланысты Жапония бар күшін, бар ресурсын озық технологияға арнап, бүгінде әлемнің үздік экономикаларының біріне айналған. Ақпарат қызық болса, лайк баса кетіңіз, арнаға жазылыңыз.